Асық ойындарының бір түрі ол қан ойыны деп аталады. Қан ойынында бір асықтың реңі мынандай қызыл асық, жалпы ойнайтын асықтардың реңімен бірдей болмау керек. Бұл қан деп аталады. Қалған адамдар ойыншының санына қарай саны бірдей асықтармен кіріп қатысады. 6 адамға дейін, 7 адамға дейін ойнауға болады, бірақ адам көп болса ойын қызығы аз болады. Сондықтан 3-4 адамның қатысқаны жақсы болады. Мысалы 3 адам қатысса, бір адам 5 асықтан десек, міне 15 асық. Бұл жердегі реңі маңызды емес, тек әдемі көрініс үшін ғана алдым. 15 асық, қанмен 16 асық қатысады. Содан кейін алдымен асықтарды бір асықтан үйіріп кім бастайтын, немесе өзі қатысқан 5 асықты үйіріп нешеуі түрегеп түссе асықтан, сол адам бастайтын. Мысалы мындай 2 асық өстіп, кім ойынды бастайтынын анықтап алғаннан кейін ойынды бастаушы адам қанды қосып бүйтіп соны үйіреді. Енді сақа мен қанмен қандай асық бірдей жатыр? Мысалы бүк жатыр, міне бүкпен бүктатады. Бұнда ойынның шартында саусақ не ортаңғы саусақпен, не басқа саусақпен және бүйтіп қисайтып, не жерге тигізбей ойнауға болмайды. Сөзсіз саусағымыз жерге тиіп тұру керек, және тігінен болу керек. Міне мынау сияқты. Бүйтіп міне қанды атып алдық. Және сол қанды атып алған асықпен соған ұқсас екінші асықты міндетті түрде атып, біреуін ғана аламыз. Бұны қан бауыздау деп айтады. Егер осыны атқан кезде басқа асықты қозғап алсақ, немесе қолымызды жаңағыдай дұрыс ұстамасақ, онда ойын шарты бұзылады, ойынды келесі адам жалғастырады. Бұл қан бауыздауын қанды алғаннан кейін ары қарай еркін ойын. Қайсымен қайсы ұқсайды? Мысалы чікпен чік бүйтіп ойынды жалғастырып, басқа асықты қозғамай ойынды жалғастыра береді. Сөйтіп кім барлық асықты өзіне ұтып алғанға дейін ойын жалғаса береді. Бұл жерде қанның ролы ойынды кім бастайтындығын, немесе келесі ойында кім ойынды жалғастыратындығын анықтау үшін ғана. Қан кімде болса, ойынды сол бірінші бастайды. Бұл шарт сол ғана. Ал басқа қатысқан адамдардың асығын жалпы қатысушылар қан бауыздап алғаннан кейін ары қарай жалғастырып, еркін ойынмен жалғаса береді. Барлық асықты бір адам ұтып алғанға дейін ойын жалғасады. Міне бұл қан ойыны деп аталады.